Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен қызылша және алмадан жасалған өте дәмді салаттың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін асықпай көріңіздер. Бұл салат үшін 300 грамдай үлкен бір бас қызылшаны алдым. Оны әбден жұмсар піскенге дейін қайнатамыз. Піскеннен кейін оның қабығын аршып тазалап, барынша ұсақ етіп 4 бұрыш формасына келтіріп тураймыз. Енді мөлшермен 300 грамдай орташа үлкендіктегі 3 тал қатты және шырынды алманы да қызылшаның мөлшерінде етіп ұсақтап 4 бұрыштап турап аламыз. Осы туралған қызылша мен алманы бір ыдысқа саламыз. Оның үстіне суын төгіп тастап бір банка жүгеріні саламыз және майонез қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қызылшаны да алманы да осылай ұсақ көбектеп турасаңыз, салаттың дәмі де түрі де тәбет ашарлықтай әдемі болып шығады. Алманы да қатты және шырындысынан талдағаныңыз жөн. Сонда салаттың дәмі де әрі қышқыл әрі тәтті болып, ішіндегі алмалар езіліп өгіліп тұрмайтын болады. Мінеки салатымыз да дайын болды. Рецепт ұнаған болса, лайк басып достарыңызбен бөлісіңіздер және подписация батырмасын басып каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.